Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі тақырып қаратпа сөздер. Бүгінгі оқу мақсатымыз сөйлемнен қаратпа сөзді табамыз. Тыныс белгісін дұрыс қоямыз. Мәтін туралы білімімізді толықтыра түсеміз. Ал енді балалар, сіздерді кел көрейік айдары бойынша жақсылықты өзіңнен баста атты бейнетаспаны көруге шақырамын. Алан, мені Жанат ренжітті. Ол жаман бала. Сен неге оны жаман дейсің? Сен онымен жай ренжісіп қалдың ғой. Ертең қайта достасып кетесіңдер. Жоқ, мен онымен енді ойнамаймын. Ол маған өз ойыншықтарын бермей қойды. Жанат жақсы бала екеніне менің көзім жеткен. Ол өткенде қарт әжеге сөмкесін көтеруге көмектесті. Адамның жақсы, жаман екенін ісінен білуге болады. Сонда қалай? Ата-ананы сыйласа, сыпайы болса, ешкімді ренжітпесе, шыншыл болса, ол адамды жақсы деуге болады. Жақсы адам қандай болатынын білдім. Ал жаман адамшы, оны қайтып білемін. Ол жамандық жасайтын, жалқау, өтірік айтатын адам. Мен дұрыс жолмен жүріп, көп адамға жақсылық жасағым келеді. Дұрыс айтасың, Дана. Әрқашан жақсылық жасауды өзіңнен бастауың қажет. Мен қазір кішкентаймын ғой. Қалай жақсылық жасасам болады? Жақсылық жасау үшін үлкен болу қажет емес. Кішкентай кезімізден ақ айналаға қоқыс тастамауымыз, ата-әжелерге көмектесуіміз, ата-анамызды тыңдауымыз керек. Түсіндім, Алан. Мен әрқашан жақсылықты өзімнен бастайтын боламын. Иә, Дана, әрбір адам жақсылықты өзінен бастағаны жөн. Балалар, өздеріңіз көрген жақсылықты өзіңнен баста атты бейнетаспадан біз не түсіндік? Ендеше дұрыс емес ойынын ойнайық. Сіздерге сөз тіркестері берілген. Мұқият оқып шығыңыз. Жақсы және жаман әдеттерді ажыратып, дұрыс емес деп жауап береміз. Сыпайы болу дұрыс па? Дұрыс емес пе? Айналаға қоқыс тастау дұрыс па? Дұрыс емес пе? Ата-анаңды сыйламау дұрыс па? Дұрыс емес пе? Ешкімді ренжітпеу дұрыс па? Дұрыс емес пе? Жалқау болу дұрыс па? Дұрыс емес пе? Әрқашан жақсылық жасау дұрыс па? Дұрыс емес пе? Тамаша, балалар, өте жақсы, дұрыс жауап бердіңдер. Рахмет. Балалар, оқулығымыздағы балақай өлеңіне қарайық. Өлеңнің авторы Қадыр Мырза Әли. Бүлдірген тереміз. Балақай. Алақай. Ат жарыс көреміз. Балақай. Алақай. Айға ұшып барамыз. Балақай. Алақай. Кел, ағаш жарамыз. Балақай. Әй, атай. Енді балалар, осы өлеңнің мазмұнына сәйкес келетін қаратпа сөзі бар сөйлем сызбасын табыңыз. Сіздерге 4 сөйлемнің сызбасы беріліп тұр. Ендеше осы өлеңнің ішінде қаратпа сөзі бар сөйлем сызбасы қайсыған сәйкес келеді? Ойланып, қарап табайық. Балалар, сіздерге жеке тапсырма беріледі. Мына сөйлемдерді қаратпа сөзбен толықтырып жазып, өз мұғаліміңізге жіберіңіз. Кері байланыс алыңыз. Ал енді балалар, мәтінмен жұмыс жасайық.
Мына берілген мәтінді мұқият түсініп оқып шығайық. Қаратпа сөзі бар жерде тыныс белгілері тұр. Яғни мәтінді мәнеріне келтіріп оқуымыз керек. Оқып болғаннан кейін мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. Соған байланысты өз ойыңызды білдіріңіз. Мәтіннен қаратпа сөздерді тауып атаңыз. Мәтіннен маңызды ойды білдіретін сөйлемді табыңыз. Бұл тапсырманы біз ауызша орындаймыз. Сізге жеке тапсырма. Оқулықтағы 8-ші жаттығуды өздігіңізден орындап, өз мұғаліміңізге жібересіз. Бұл жерде сіздерге сұхбат берілген. Сұхбатты оқып, одан әрі жалғастырасыз. Екінші сөйлемді қаратпа сөзі бар сөйлемге айналдырып жазыңыз. Іске сәт. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Өзіңізді өзіңіз бағалаңыз. Әр сөйлем бойынша өзіңізге я, жоқ белгілері арқылы баға беріңіз. Сіз сөйлемнен қаратпа сөзді таба білесіз бе? Я не жоқ. Қаратпа сөздің тыныс белгісін дұрыс қоясыз ба? Я, жоқ. Мәтінде негізгі ойды анықтай аласыз ба? Я, не жоқ. Сұрақтарға жауап берсеңіз, сұрақтарға жауап бердім деп, я деп белгілейсіз. Ендеше барлық сұраққа сіз жауапты я деп берсеңіз, бүгінгі сабақтағы мақсатыңызға жеттіңіз. Сізді құттықтаймын. Қаратпа сөз туралы біліміңізді толықтыра білдіңіз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.